Сәлем достар, бұл видеода YouTube каналыңыздың сілтемесін Instagram'дағы сториске қалай қою керектігін көрсететін боламын. Ол үшін YouTube'қа кіреміз, YouTube каналымызды ашамыз, одан кейін жоғары жақта 3 нүкте тұрады. Соған басамыз, поделиться и копировать ссылку. Одан кейін Instagram'a кіреміз. Instagram'a кірген соң историяға басамыз. Мысалға, сіз арғы фонда бір фото қоятын болсаңыз, галереядан болсын, мысалы мен қазір осы жерде суретке түсіре салайын. Бұл суреттің орнында сіздің YouTube каналыңыздың фотосы немесе жаңадан салған видеоңыздың суреті тұруы мүмкін. Осылай суретті қойыласыз, галереядан болсын. Одан кейін мына А деп тұр, кішкентай А және үлкен А-ның қасында, мінекей ортасында міне смайлик тұр, соның үстіне басамыз. Одан кейін оны білетін шығарсыздар, местоположение бәрі осы жерден қойылады, GIF. Және мына жерде астында ссылка деп тұрады, көк әріппен ссылка деп тұрады. Сол ссылка дегенді басамыз. Одан кейін жаңа копировать ссылку дегенді бастық қой YouTube'дағы. Соны мына жаққа вставить етесіз. Мына жақта үлкен ұзақ жазу болады енді, бірақ оның барлығын Instagram өзі автоматты түрде кішірейтіп береді. Готово басамыз, мінекей youtube.com осылай тұрады. Немесе сіз осының атын өзгертсеңіз болады. Мен қазір мынаны өшіріп тастайын, қайтадан көрсетіп жіберейін. Астында міне ссылка деген басамыз. Мына жерге YouTube каналыңыздың сілтемесін қойып болғаннан кейін персонализировать текст стикері. Осыған басып, стикердің атын жазсаңыз болады. Менің YouTube каналым деп қойсаңыз да болады. И готово басатын болсаңыз, мына жерде осылай тұрады. Және мына жерге ссылка қойсаңыз да болады. Но ссылка дегенде стрелка, то есть стрелка деп қоятын болсаңыз, менің каналыма тіркел деп осылай қалдырып кетсеңіз болады. Немесе жми деп қоятын болсаңыз, яғни бас үстіне апарып қойсаңыз болады. Егер сізде осы ссылка деген нәрсе разделы шықпай жатқан болса, Instagram'ыңызды обновить етсеңіз болады, сол кезде шығып қалу керек. Бұл ссылка разделы шыққан кезде ең басында Instagram'ның өзінің условиясы болатын, сізде 10 мың подписчиктен асқан болса, сол кезде ғана шығатын бұл. Қазір кезде кез келген Instagram парақшада бұл бар. Егер жоқ болса, Instagram App Store немесе Play Market'ке кіріп, Instagram'ымызды обновить етіп алу керек. Достар, егер осы сабақ пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пайдалы болады деген достарыңыз болса, соларға жіберсеңіз болады. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.